Математика сабағында ұлттық ойындар арқылы оқушылардың бірлігі мен ынтымақтастығын қалыптастыру. Дашанова Гүлжан Байғарақызымын. Меңдіқара ауданы білім бөлімінің Буденный жалпы білім беретін мектебі математика пәні мұғалімімін. Бір тұтас тәрбие бағдарламасын асыру жолында мен өз математика сабақтарында ұлттық ойындарды өткіземін. Олар ұлттық мұраны қастерлеуге, қазақ тілін, мемлекеттік рәміздерді құрметтеуге, отаншылдыққа тәрбиелеу деген мақсаттарды көздейді. 5-ші сыныпта бәйге ойыны ретінде ауызша есептерді шығаруды өткіземін. Тақтаға ұлттық құндылықтарды білдіретін кигіз үйлерді іліп қоямын және арифметикалық есептер плакатын ілемін. Әр оқушыны тақтаға шақыртамын, олар есептерді шығарады және ұпайларды алады. Ал қанат, ауызша есептерді шығарасын, не бірінші варианттың есептерін алып шығарып, дұрыс жауап бергенде, мынау салт дәстүрді айтып бересің бізге, және мына жерге оны орнатып қоясың. Басай ғой. 57 қосу 29 болады бізде 80 болады бізде 80 жарайды. Қандай бұл салт дәстүр? Сырға салу жақсы. 6-шы сыныпта статистикалық деректер және олардың сипаттамалары деген тақырыбын өткенде жамбы ату ойынын арқылы статистикалық деректерді оқушылар есептейді. Ол үшін оқушыларды 3 топқа бөлемін. Ұлттық киімдер қима карточкаларын таратамын. Әр киімнің размерлері жазылған. Солардың арифметикалық ортасын, модасын, медианысын, құлашын табады оқушылар. 7-ші сыныпта геометриялық фигуралардың периметрін табу үшін асық ату ойынын қолданамын. Дұрыс тапқан жауаптары презентацияның ұяшықтарында жазылған. Ұяшыққа басқанда сілтеме арқылы мемлекеттік рәміздерін атап, олардың негізгі сипаттамасын айтып береді оқушылар. Мысалы, периметр 65-ке тең болса, мына ұяшыққа басқанда Қазақстан Республикасының мемлекеттік туы шығады. Оны атайды. Оның ені, ұзындығы неше метр екенін айтып береді. Сонымен ойын оқушылардың қарым-қатынасын орнықтырады, бір-біріне деген сенімін, түсінігін арттырады, оқушылардың сабаққа деген белсендігін, ұжымдағы бірлігі мен ынтымақтастығын қалыптастырады.